Ол 30-дан асты, бірақ әлі тұрмыс құрған жоқ, себебі оның өткенінде ешкім білмейтін бір сұмдық бар еді. Неге әлі тұрмысқа шықпадың? Ол бұл сұрақты жыл сайын еститін. Туған күнінде, тойда, қонақта, жасың 30-дан асты ғой, тым талғампаз болып кеттің бе? Қыздың бағы ерте ашылуы керек деп барлығы айтатын. Ол әрдайым күлімсірейтін, әлі кездеспеді дей салатын. Ешкім білмейтін бір шындық бар еді. Ол шындық оның балалық шағында қалып қойған болатын. Ол кезде ол әлі мектеп оқитын. Үй қауіпсіз мекен болу керек еді. Аға қорғаушы болу керек еді. Бірақ оның өмірінде бәрі керісінше болды. Өз туған ағасы, сол адам оның балалығын тартып алды. Ол болған жайтты толық түсінбеді де. Тек қорқыныш, ұят, үнсіздік қалды. Бұл туралы ешкімге айтпау керек. Өзім кінәлімін бе, баламыя жауап таба алмады. Ол ешкімге айтпады, анасына да, әкесіне де, бірде-бір жанға. Үндемеу оның қорғанысы болды. Күліп жүрді, сабақ оқыды, өмір жалғасқандай болды. Бірақ ішіндегі бір нәрсе бір жолы сынып қалған еді. Ол адамдарға сенуді қойды, әсіресе ер адамдарға. Мектеп бітті, университетке түсті, құрбылары ғашық болды, ұлдар сөз салды. Ал ол бәрінен қашатын. Салқын, мен, тәкаппар деп барлығы оны қабылдайтын еді. Олай емес еді, бірақ ол тек қорқатын. Тиісіп кетсе денесі қатып қалатын. Жақындаса жүрегі тарс-тұрс соғатын. Өзіне мен қалыпты адам емеспін бе деп жиі сұрақ қоятын болды. Тұрмыс құрудан үрейленетін. Жасы үлкейген сайын қысым күшейе бастады. Қыз уақытынан қалмасын, ал оның ішінде бір дауыс үйленсем, яғни тұрмысқа шықсам, сол қорқыныш қайта оралады деген еді. Ол некені қауіп көрді, себебі жақында оған махаббат емес, қорқыныш әкелетін. Ағасы өмірден жоғалып кеткен жоқ, бірақ оның ішінде сол адамның көлеңкесі қалды. Кейде түсіне кіретін, кейде бір ер адамның даусынан селк ететін. Ол өзін өзі кінәлаудан шаршады, бірақ жауап таба алмады. Жасы 30-дан асқанда ол бір нәрсені анық түсінді. Бұл кешігу емес, бұл жазылмаған жара. Ол махаббаттан қашпаған, ол өзін қорғаған. Кей күндері бәрін бастан сызғым келеді дейтін. Кей күндері мен неге басқалардай бола алмаймын дейтін. Ол өзіне қатал болды, өзіне әділетсіз болды. Бір күні ол алғаш рет іштей мойындады. Маған қиянат жасалды. Бұл сөзді айту оңай болған жоқ. Бірақ сол сәттен бастап ол өзін жек көруді тоқтатты. Ол сол күні бір маңызды нәрсені түсінді. Баланың кінәсі болмайды. Ұят кінәлінікі, ал үнсіз жүрген жылдар тірі қалудың жолы еді. Ол әлі тұрмысқа шықпады, бірақ ол енді өзін кем санамайды. Ол өмірді кешіктіріп жатқан жоқ. Ол өзіне қайта сенуді үйреніп жатыр. Ол қыз біледі, некеге жарамсыз емес, сөйлеуге лайық. Ана болуға қабілетті. Тек жүрегі қауіпсіздікті қалайды. Бұл бір ғана әйелдің емес, мыңдаған үндемей жүрген жандардың оқиғасы. Жас өлшем емес, өткен жара үкім емес. Ең бастысы, үнсіз қалсаң да сен жоғалмадың. Осымен достар, біздің әңгімеміз аяқталды. Әңгіме сіздерге ұнаған болса, онда видеоға лайк басып, каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы оқиғаға байланысты пікіріңізді комментарийде бөлісе кетіңіздер.